Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардан қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Зейнет жасы төмендетілді. Кімдер 55 жастан бастап зейнетке шығатыны белгілі болды. Қазіргі уақытта кеншілерге ертерек 55 жастан бастап зейнетке шығуға мүмкіндік беретін заңнамаға өзгерістер енгізіліп жатыр. Қазақстанда енді кеншілер 55 жастан бастап зейнетке шыға алады, деп хабарлайды Закон КЗ. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов Қарағанды облысындағы Арсенал Металл Теміртау АК Қазақстан шахтасында апат салдарынан қаза тапқан кеншілердің отбасымен кездесуде айтты. Кездесу барысында кеншілер үшін зейнеткерлік жасты төмендету мәселесі көтерілді. Премьер-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта кеншілерге ертерек 55 жастан бастап зейнетке шығуға мүмкіндік беретін заңнамалық өзгерістер енгізіліп жатыр.